Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін сіздермен математикалық сауаттылық ұбт сұрақтарының 5-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Каналыма қош келдіңіздер. Есептерді бірінші паузаға басып өздеріңіз мұқият шығарып көріңіздер. Сосын менің шығарғаныммен тексеріп талдап көретін боласыздар. Алдарыңызға дәптерлеріңізді, ручкаларыңызды алып алыңыздар. Ал біз бастайық. Бірінші сұрақ. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 372 цифр пайдаланылыпты. Бүйтіп қиын көрінгенмен қазір түсіндірем. Қиын еш жері жоқ. Егер кітап бір беттен басталса, осы кітапта барлығы неше бет екенін анықтаңыз дейді. Демек, кітаптың қанша бет екенін анықтауымыз керек. Бірінші беттен басталса, қараңыздар оқушылар. Кітаптың нөмірін нөмірлеп жатқан кезде 1-ден 9-ға шейін сандар қолданылады. 1-ден 9-ға шейін сандар. 1-ден 9-ға шейін 9 таңбалы сан бар. 9 таңбалы сан бар. Оларға 9 цифра жұмсалады екен. 9 цифра осы 1-ден 9-ға шейін жұмсалып отыр. Енді келесі 1-ден 9-ға шейін, келесі 10-нан 99-ға шейін. Бұл 2 таңбалы сандар, 10-нан 99-ға шейін. Қанша 2 таңбалы сандар кетеді? 90. 90 дана 2 таңбалы сандар кетеді. Енді қанша цифр екенін анықтауымыз үшін, мысалы 90 дана 2 таңбалы сан болса, 99 бен 0 2 цифрадан құралып тұр ғой, бұл 2 таңбалы сандар 2 цифрадан құралып тұр. Сондықтан 2-ке көбейтеміз. Сонда 180 цифра болады екен, оқушылар. 180 цифра 10-нан 99-ды нөмірлеу үшін кетіп тұр екен да. Енді екеуін қосып көреміз. 180-ге 9-ды қосамыз. Сонда жалпы 1-ден 99-ға шейін бізде 189 цифра қолданылып тұр. Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 189 цифра қолданылып тұр. Қалған цифралар санын есептеуіміз үшін бізге пайдаланылған 372 цифра бар ғой. 372 цифрадан азайтуымыз керек бағанағы 189 цифраны. Сонда біз қазір анықтап аламыз да, қанша цифра тағы жұмса, қанша бет кеткен. Сонда азайтатын болсақ, 183 шығады. Енді бұл цифрлар 183 цифр 3 таңбалы беттерді нөмірлеуге кеткен. 3 таңбалы беттердің санын анықтау үшін 183-ті 3-ке бөлеміз. 3 таңбалы беттер қанша бөлеміз? 3-ке. Сонда біз 3 таңбалы беттердің санын анықтаймыз 3-ке бөліп. Сонда бөлетін болсақ, 18-ді 3-ке бөлсек 6, 3-ті 3-ке бөлсек 1, 61 болады екен. Демек, 61 бет 3 таңбалы цифрлармен екен, 61 бет. Енді барлық бет саны, бағанағы жалпы 99 бетімізге 99 бет, ол 1 таңбалы цифрлар сандар, 2 таңбалы сандармен жалпы 99 бет шығып тұр. Және 3 таңбалы бізде 61 бет бар екен, Қосатын болсақ, екен 165. 160 дегенім, 160 бет. 160 бет. Жауабы 160 болады екен. Мына жерде екі ақ нұсқа көрінген.
Жауабы Д нұсқасында тұр. 165 деген жауап болады екен. Келесі есеп. Бұл да дәл сондай есеп. Қараңыздар, кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 640 цифра пайдаланылған. Егер кітап 3-ші беттен басталса, осы кітапқа барлығы неше бет екенін анықтаңыз дейді. Қараймыз, 3-ші беттен басталса, 3-ші бет бір таңбалы цифрлар 9-бен аяқталады. 9-бен аяқталса, 7 бір таңбалы цифра кетіп тұр. 7 бір таңбалы. Сонда жалпы 7 цифра. 7 цифра. Келесі 10-ші бетке көшеміз. 10-ші беттен 99-ші бетке шейін нөмірлейміз. Сонда бағанағы айтқанымдай 2 таңбалы, бізде 92 таңбалы сан бар. 92 таңбалы сан. 2 таңбалы санға оны 2-ке көбейтсек, сонда 180 цифра қолданылған. 180 цифра 2 таңбалы сандарды нөмірлеуге кеткен. Келесі, бағанағы 7 бір таңбалымызды 7 цифрамызға қосамыз. 2 таңбалы сандардың цифрасын қоссақ 180 болады. Қосатын болсақ 187 болады. 187. Енді бұл жалпы бізде 640 бар ғой, берілген есепте. 640 пайдаланылған цифрадан азайтамыз бағанағы бір таңбалы және 2 таңбалы цифрлардың қосындысынан. 187-тен. Сонда 453 шығады. Енді 453-тен азайтуымыз, 453-ті қанша 3 таңбалы цифрларды анықтау үшін 3-ке бөліп аламыз. 453-ті бөлеміз 3-ке. Сонда бізде 151. 151 3 таңбалы беттер саны. Мына жерге жазып қояйыншы. 3 таңбалы бет саны. Демек 151 3 таңбалы бет саны бар екен. Бағанағы 99-ға қосамыз. 99 қосамыз. 151-ді. Сонда 250 бет шығады екен. Кітапта бізде жалпы барлығы 250 бет болады екен. Д нұсқасы жауап болып тұр. Келесі, Әсемге
12 пәннен жылдық бағалар қойылды. Оның орташа ұпайы 3,75 шығыпты. Орташа ұпайы 4 болу үшін, ол неше пәннен бағасын 1 ұпайға көтеру керек дейді. Енді 12 пәннен, қараңыздар. 12 пәннен орташасы жалпы пәндердің қосындысын x деп алайық. Оны 12 пәнге бөлетін болсақ, орташа 3,75 шығыпты. Барлық 12 пәндегі бағалардың қосындысын табу үшін, ол x деп белгілеп алдық қой. 12 көбейтеміз 3,75. Тең болды 45. Енді бұл 45 дегеніміз, түсініп тұрсыздар ма? 12 пәндегі барлық бағаларының қосындысы 45-ке тең болып тұр. Ұпайлардың қосындысы. Енді орташа ұпайы 4 болу үшін бізге қажетті қосынды 12 көбейген 4. Орташа ұпайы 4 болу үшін 12-ні 4-ке көбейтуіміз керек, е? Орташа ұпайы 4 болу үшін 12-ні 4-ке көбейтіп көрейік. Сонда 48 болады. Кешіресіздер. Демек біз айырмашылығын табамыз. 48-ден 45 аламыз. 3. Демек, 3 пәннің әрқайсынан бағаларын 1 ұпайға көтеру қажет. Жауабы D. 3 пәннен көтеру керек екен. 4-ші сандардың модасын табыңыз дейді. Мода деген сөздің қарапайым тілмен түсіндірсем, мысалға, киімді алатын болсақ ше, базарда бір определенный бір сезонда бір киім барлық жерде мода болып жатыр да. Айтасыздар ғой өзара мода болып жатыр. Мынау киім қазір модада, мынау бренд қазір модада, мынандай кроссовки модада деп. Демек, ол кроссовкиді модада болғандығы үшін, трендте болған үшін көп жерде көресіздер, я? Сіздер сондай визуализация бітіп жазсаңыздар болады да. Демек, сандардың модасында көп кездесетін сандардың модасы болады. Мысалы, мына жерде қараңыздар. Ең көп кездесіп тұрған сан 2,1, 2 рет кездесіп тұр, я? 3,5 кездеспей тұр мына жерде, 4,6 жоқ басқа, 0,3 тоже біреу ақ. 2,1 2 рет кездескен үшін сандардың модасы 2,1. Жауабы С. 5-ші, Әсемнің сағаты әрбір сағатта 4 секундке қалып қалады. Әсемнің сағаты 1 тәулікте қанша уақытқа қалып қалғанын анықтаңыз дейді. Демек, бір сағатта әр сағат сайын 4 секундке қалып қояды да, бір тәулікте 24 сағат бар ғой. 24-ті 4-ке көбейтсек, 96 секунд болады, е? Демек, бір тәулікте 96 секундқа қалып қояды екен. Демек, осы секундымызды қазір минутқа айналдыра салайық. 96-ның ішінде 60 нешеу бар? 60 минут қой. 1 минутта 60 секунд бар. Сондықтан 1 минутта 60 секунд бар.
Сондықтан 96-ның ішінде 61, сондықтан 1 минут 96-дан 60-ты азайтатын болсақ 36. Қалғаны 36 секунд. Жауабы Д нұсқасы. Келесі, саяхатшы моторлы қайықпен дүйсенбі күні сағат 12-де өз саяхатын бастады да 100 сағат саяхаттап қайта оралды. Ол қай күні неше сағатта қайтып келген? Демек, 100 сағат. Сағат 12-де, дүйсенбі күні сағат 12-де болса, 24 сағаттан қосамыз. Қараңыздар, әр 24 сағат сайын келесі күнге көшеміз қой. 24, 100 сағатты шығарайықшы, 24 сағат келесі күнге көшті. 24 сағатта сейсенбі күні сағат 12 болды. Через 24 сағаттан кейін, мынау сейсенбі күнгі 24 сағат, сейсенбі күнге келді. Тағы 24 қосамыз. Сәрсенбіге келеді. Әлі 100 сағат шықпады, қараңыздар. Тағы 24 қосамыз. Бейсенбі күнге келеді. Тағы 24 қосамыз. 100 сағатқа шейін қоса береміз. 100 сағат алғанымызға шейін. Жұмаға келеді. Демек, жұма. Қараңыздар, оқушылар, тағы 24 қосатын болсақ, 100-ден асып кетеді. Осы 4 24 сағатымыз 96 сағатты беріп тұр, е? Мынау барлығы 96-ны беріп тұр. 100 сағатқа жетпейді, қазір түсіндірем. Демек, 96 сағат кеткен. Жұма күнге түсіп тұр бізде жауабымыз. Жұма күні, өзі бір-ақ вариант бар екен. Енді сағатын есептейік, қараңыздар. 100-ге 96-дан 100 алсақ, немесе 96 100 болу үшін 4 сағат жетпей тұрды. Тең 4. 12-ге 4 қоссақ, бағанаға күндізгі сағат 12 ма? Соған 12-ге 4 қоссақ, 16-дан 00 болады. Демек, жұма күнгі 16:00-ге келген. Жауабы Д нұсқасы. Келесі. Сағаттық тіл мен минуттық тіл 4 сағат 12 минутты көрсетіп тұрса, олардың арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Оқушылар, сағаттық тіл мен минуттық тіл арасындағы бұрыштың табудың мынандай дайын формуласы бар. Бұрыш табу, демек, модульдің ішінде 30 h минус 5,5 m. Бұл жерде h дегеніміз сағат, m минут. Формулаға қоя саламыз, оқушылар. Сондай дайын формула бар. Модульдің ішінде 30 көбейтілген сағаттымыз 4 қой. 4 қоямыз. Азайтылған 5,5 көбейтілген 12 минутымызды қоямыз. Есептейміз. Модульдің ішінде тең 30-ды 4-ке көбейтсек 120. Азайтамыз. 5,5 12-ке көбейтсек 66. 120-дан 66-ны алатын болсақ, 54 градус. Жауабы А нұсқасында тұр. Келесі сұрақ. Сағаттық тіл мен минуттық тіл 2 сағат 42 минутты көрсетіп тұрса, онда олардың арасындағы бұрыш. Бағанағы формула. Артқа қайтайық, міне. 30 көбейтеміз сағатқа, азайтамыз 5,5 минут. Модульдің ішінде 30
Өйткені бұрыш ешқашан теріс таңба шықпайды, сондықтан модульмен беріп қойылған. 30 көбейту 2 азайтылған. Формула бойынша 5,5 көбейтілген 42 минут. Сонда 30-ы 2-ге көбейтсек бізде 60. Азайтамыз. 231 болады мынау. Тең минус 171. Сонда модульдің ішінен оң таңба шығады, плюс 171 градус екен. Жауабы Д нұсқасында. Келесі. Масштабы 1-ге 2 миллион болатын картада екі қаланың арасы 4 сантиметр. Олардың мекендегі арақашықтығын табыңыз. Оның да дайын формуласы бар. Картадағы масштабтың формуласы. Масштаб кішкентай L мен үлкен L-дің бір-біріне қатынасы. Ол дегеніміз, кішкентай L ол картадағы арақашықтық, ал жергілікті жердегі шынайы арақашықтық үлкен L мен беріледі. Екеуінің қатынасы масштабты береді екен да. Сонда оны қалай пайдаланамыз? Қараңыздар. Масштаб дегеніміз, масштабты жазып алайық. 1-дің неге қатынасы 2 миллионға. 6 0 бар миллионда. Тең қойып аламыз, қараңыздар. Мынау М-нің орнына біз апарып 1 бөлінген 2 миллионды қойдық, қараңыздар. Тең бөлшек кішкентай L-дің орнына картадағы арақашықтықты қоямыз. Картадағы арақашықтық 4 сантиметрге тең. Ал бізде мекендегі арақашықтық дейді. Ол бізде белгісіз. Үлкен L-ді табуымыз керек екен, е? Мынау L бізде X-ға тең. Енді X-ті табу үшін не істейміз? Пропорция. Мына жер пропорция. X табу үшін 4-ті 2 миллионға көбейтіп 1-ге бөлеміз. Сонда X тең 4-ті 2 миллионға көбейтсек 8 миллион. 8 миллион неде шықты бізде? Мына жерді қараңыздар. Мынау сантиметр. Көрдіңіздер ма? Сондықтан бұл 8 миллион сантиметр екен. Демек, мекендегі арақашықтық 8 миллион сантиметр екен. Ол бізде жауап километрлерде екен да? Километрлерде беріліпті. Сондықтан 8 миллион сантиметр ол 80 мың метр болса, 8 миллион сантиметріміз 80 мың метр болады. 1 километрде 1000 метр бар. Сондықтан мынау 1000 80 километр. Сексен километр деген бізде А нұсқасында тұр екен. Жауабы 80 километр. Келесі. Семей мен, бұл да масштаб екен, қараңыздар. Семей мен Өскемен қалаларының арасы масштабы 1,7 миллион 500 мың. Картада 2,3 сантиметр. Осы қалалардың арасы масштабы 1 миллион 500 мың, картада неше сантиметр дейді. Демек, бағанаға масштаб дегеніміз неге тең еді? Масштаб бізде 1 миллион 7 1 бөлінген. Өшіре салайын. 7
1.500.000. Бізде сонша масштаб екен, оқушылар. Осы тең екен. Картада 2,3 сантиметр, оқушылар. Картадағысын 2,3 сантиметр. Нағыз живой мекендегі живойы X. X табу үшін 7,500.000-ды 2,3-ке көбейтеміз. Көбейтсек 17.250.000. Демек, мекенде осынша сантиметрге тең екен. Семей мен Өскемен қалаларының арасы. Егер осы қалалардың арасы масштабы мынанша болатын, картада неше сантиметрге тең дейді? 1 бөлінген 10 табу үшін бағанағы 1.500.000-ды 1.500.000 масштабты қараңыздар, соны жазамыз. Бізде арасындағы нағыз мекендегі нағыз ара қашықтығы 17.250.000 шықты, я? 17.250.000. Ал X бізде табуымыз керек болған картадағы ара қашықтық. Табатын болсақ, мынау X табу үшін 17 мынаны бөлеміз. Қараңыздар, 17.250.000-ды көбейтеміз бірге. Көбейтсек өзі шығады, оқушылар. Бірге көбейтсек өзі шығады. Бөлеміз 1.500.000-ға. Пропорция, оқушылар, пропорция. X табу үшін X-тің тура бетінде тұрғанды бөлеміз, бөліміне жазамыз. Ал 500.000 деп жаздым ба? Басқа светке көрейін, қазір сіздерге түсіндіре салайын. X табу үшін 1 мен 17.250.000-ды көбейтіп, мынаған бөлеміз 1.500.000-ға. Сонда жауабы, мынау санды 17 миллионнаны 1.500.000-ға бөлсек, 11,5 сантиметр шығады екен. Демек, жауабы С нұсқасы. Міне, оқушылар, 5-ші нұсқамыздың 10 сұрағын талдап тастадық. Қайта-қайта видеоны қайталап көріп, сұрақтарды талдап көріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік. Егер сұрақтар болатын болса, немесе пікірлеріңіз болатын болса, комментарийге қалдырыңыздар. Каналды қолдап, жазылып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, назарларыңызға рахмет.